Үйректің төс етін төрт бұрыштап ірілеу етіп турап. Тұз, паприка, аз ғана қызыл ащы бұрыш және сарымсақты езіп қосып, лимонның бір бөлігін кесіп алып, суын сығып, қосып араластырамыз жақсылап. Бір жарым сағатқа бетін жауып холодильникке қоямыз. Шпачканы да суға салып қоямыз. Маринадталған үйректің төс етін шпачкаға 4-5-еуден өткізіп алып, пеште 200 градуста 30-35 минутқа қойып пісіреміз. Үйректің төс еті құрғақ емес, өте жұмсақ, дәмді болады. Жасап көріңіз, ас болсын.